сәлем, әдемі каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде өте ерекше влог. Мен подругаммен бірге Арай Сити молға шығайын деп жатырмын Қызылордадағы. Короче, енді қыдырып бара жатырмыз. Вот менің влогымды қазір барған кезде сіздерге толықтай көрсетемін. Үшінші мен анама тіркеліп, және де лайктарыңызды аямай басып, және де мені құда көтеріп ұмытпаңыздар, вот мен аяқта автобус күтіп тұрмын. 13 келсе 13-ке мінем, 35 болса 35, сосын жарты жолдан Петрушка мінеді. Вот аяқта автобуста. Біз Арай Сити молға келдік. Екеназ көтерілдік. И бірақ Арай Сити молда екі этажда, ал жібек жолда үш этажда. Бірақ жібек жолдың іші дым жоқ, ал Арай Сити молда бар. Короче, тең болып қалған ғой екеуі. Бар ғой, мына аяқта тұр. Лифті. И күшті. Бірден тамақ, кино, киім. Бірден қосып кеткен екеуі. Біз ойнайтын жер. Спортмастер дейді. Адам аз екен, иә? Адам шамәлі аздау. Мен ақа екінші рет келіп жатырмын, дәмі күшті аяқтың. Короче, мен мынандай өдіріңді алды, оның ішінде не бар? Тапиока бар, короче, менде тапиока жоқ, менде манго. Мен манго ұнатпаймын ғой. Ұнамай жатыр маған дәмі ішіне, шақпай жатыр вообще. Вот біз Арай Сити болдық. Вот осылай шет жақта отырмыз, шет жақта отырған күшті. Бірақ біз еркек екеуміз ана жақта отырғанбыз негізі. Біз осылай маған ұнамады. Бірақ бұрқасылар жүрдің бір нәрсе олса ғана мен ойымша норм сияқты сезініп и вот біз астыға түсіп бара жатырмыз. Себебі біз магазинге барып, короче, бір нәрсе алғымыз келіп тұр. Мен арқасына құр өзін ешкім келіп тұрған жоқ, ыңғайсыз толып тұр. И то бұл манго, иә? И мен апельсин, маракуйя алғым келген, бірақ манго дәмі өте керемет дегеннен кейін сені бала салдым. Вот адам бізде өте аз, кәдімгі аз. Айта бермеш, как көбейіп кетеді. Вот біз мынандай начос дейміз, сондай, короче, мынандай черс дейм, мынандай сыр түрін алдық. Вот енді ақша қосып алып жатыр, өйткені дәу ғой, кәдімгі. И то 699 теңге, почти 700 теңге ғой. Арзан акция керек. Аттак бұл 1233 теңге бар, сондай. Сол ғой, ойға таста болды ғой. Мә, касса көп, бірақ адам жоқ, неге деймді? Адам, бір кассада адам аз, прикинь, омегад. Вот. Кассада тұр, еркен қайда? Алды. Вот, енді бара жатырмыз. Бүйту дәу ұстаған кезде кәдімгі ауыр болды маған ше. Енді біз екінші этажға жаңағы орнымызға барайық. Бірақ адамдар алып қоймаса келе жатырмыз. Орнымызды ешкім алмапты, жаңағы орынға қайттан барайық. Ой, ақпаған. Мұсыларына күштігінен қарасаңыздар. Ито граммы 210 грамм, прикинь. 1233 теңге айтам. Вот, екемше отырғысынан қосып алып. Ито көп қой. Дәмді екен. Орнымызға келдік. Біз басқа орындан өткен. Біздің орнымызды басқа біреу албаған. Екінші этажда жүрміз, тиктокқа түсіп алдық, сосын тамағымызды ішіп болдық. Енді түсіп бара жатырмыз. Бірақ астыда не қызық бар деп ойлап, бірақ айтпақшыда чохол істетуге болады, бірақ 3,5 теңге. Прикинь ба? Ол үйті ешкімге де жақпауы да мүмкін, негізі. Вот. И неге 3 этажда қалмаған, как раз төбесінде деймді. Десем қатай болады дейм ойлайды. Мынаяқта мәкші украшение, заттар бар екенін қараңыздар. Бірақ бұяқта украшениялары өте қымбат менің. Алдында мен сіңілдеріме подарка алайын деп едім. 3,5, 4,5, 4 мың, 5, 6, 10 мың деп қымбаттап кеткен ғой. Жаным, Сатарадин өлеңін тыңдап жатырмын. Сен жақсы көрем Сатарадин тыңдағаның үшін десе. Фанатым. Қайда айтып баратсың? Қайдамыз өне? Қайда?
Неге? Басқа Жүрсе басшықты. Біз Сулпакқа кірдік. Короче, телефон көріп отырмын. iPhone 17 бар, ана ағай жақта подкаст көреміз. Мынау хит болып отқан, короче, Honor 400 көп блогерлер ана не істеп жатқанша. Сол шынымен де iPhone сияқты екен, қараңыздар. Ұстағанның өзі бір түрлі ғой. Шиқылдайтын сияқты. Ұстағанның өзінен қараса, бүйтіп ұстап көрші ема. Қараңыздар, iPhone сияқты, мына жер iPhone сияқты, бірақ наяғы деген Samsung Galaxy отыр ғой. Жүргет дегенде ана iPhone-дарды көрейік, 13-терді көрейік. 13 баққа келдік. Қараңыздар, iPhone 17 Pro Max 256 гигабайт, 879.990 теңге, негізгі бағасы 915.990 екен. Қараңыздар, камерасының өзі ерекше, оны қараңыздар. Мен қараңыздар. О май гад, камерасы де мен үшін четко болатын, қараңыздар. 8-ге дейін барады екен ето. Қараңыздар, iPhone 17 Pro Max. Ал және де оның қасында тұрған iPhone 17 Pro. Бағасы, негізгі бағасы 752.990, ал арзан бағамен, акциямен 818.000. Қараңыздар, біз фотоға түсіп жатыр десе, бүйтіп жұрттар фотоға түсіп кеткен, қазір көрсетемін, қарасаңыздар. Бұл камералар бірдей, просто олардың формалары басқада. Қараңыздар. Басқашалау екен формалары. Ой, надан қалаш кетеді? Жайт бүйте аласайш. Вот, қараңыздар. Қарасаңыздар, фото, қарасаңыздар. Фотомен түсірсең ғой. О май гад. Ого. Ема. iPhone 17 Pro. Ал мынау iPhone 17 256 гигабайт. Max Pro 17-нің өзі 599 екен. Қараңыздар. iPhone 16-нікіне ұқсайды. Ана жақта iPhone 16 несі тұр. Қараңыздар. Оның да камерасын көрейікші, Pro-ның да. Қайда? 13 жоқ ау деймін. Мына 13 деп зарлап жүр. Білмеймін, не зарлап жүрген. Қараңыздар. Әдем екен, күшті екен мынау. Маған да iPhone 17 Pro Max ұнады маған. Қараңыздар, AirPods Pro-м жоғалып қалды. Соған жылап жүр. Мынау iPhone 15 128 гигабайт, 434 мың, ема. Ито қара цветі. Қараңыздар. Бұның да несін көрейікші ал? Камерасы нормально екен, бірақ мен үшін жақпайды. Алдыңғы камерасы мындай. Ал бүйтіп жүрсек мындай екен. Вот. 15 256 гигабайт, 515 мың. iPhone 15. Қараңыздар. Дауысының өзі ерекше. iPhone 13 сияқты қарасай. Айшаға бар ғой, қымыз көзеді, 15. Соны күнде тұрған? Қойш? Мәні. Алдыңғы камерасындай. 15 Pro Max. Осындай. 15 Pro Max жоқ емес жеде? 14 жоқ. Осындай. Қараңыздар. Артқы жағын көрсетіп жіберейін. Артқы жағы мынандай екен. Әдемі екен. Ұнады. Мынау 16 128 гигабайт, 128-ге ешқандай видео сымайды деп ойлаймын. 515 Сулпакта жүргейді. Мынау көк цветі, көк цветі әдемі екен. Давай мына жаққа кіріп көреміз бе, қараңыздар. Еркеңіз маған қарап видео түсіріп жатыр. Вот. Күшкен. Енді алдыңғы камерасын қараңыздар. Вот. Әдемі екен. Нормально. Бірақ қымбаттығы болмаса. Мына жақта Алиса. Арзан ема. 87.990 теңге. Кішкентай 33.990. Алиса, прикинь? Тойды, мұнабытма Алиса. Мынандай. Біздің ерке айтты, короче, Алиса алу керек десем, папа айтады. Ертең новенький көшкен кезінде Алиса сатып аламыз деді. Осындай кубики, телевизор. Жұрттарына телевизорды андай алып тастап отырды. Міне сынбайды деп бізде көреміз ғой. Ақшасы төлеп отырасың. 214 мың екен, прикиньте, қараңыздар. 179 мың, қараңыздар. Үйде бар ана? Біздің микроволновкамыз істемей қалды ғой. Осы 1 жыл болды ғой? Или ай болды? Жоқ, ай болды. Жыл депсің ғой. Қаншадан бағасы? Бізде басқа шалау, біздің несін составымыз жоқ ау деймін бұяқта. Ал күшті
біздің состав жоқ сағат деймін. Қараңыздар. О, телевизор сияқты. Бұрынғы заводның ема. Қараңыздар. Не тағы? Холодильник. Плиталар. О, морозильник давай. Давай. Еркен әскен новенький үйге көшіп жатыр. Ойбай, мына көтере алмай қалдым. Ой, неге? Ой, бақ. Қараңыздар біздер. О, қараңыздар. Кең. Холодильник. Достар, на холодильникті қарасаңыздар, маған осындай холодильник тартсаң өлім сілмейді. Міне, ема. Іштек сүйіп кетейін бе? Қараңыздар. Вау, күшті кен. Үйтін ақпен су ішуге болады кен, қарасай. 749 мың почти. Я, 750 ғой, дұрыс. Қараңыз су, бассам, ақ кетпесін десе. Қараңыздар. Наяқта да сондай. Наяқта да сондай екен. Бірақ ерекшесі нау екен, нау арзан екен, 300 мың теңге екен. Нау бар, нау дәу екен. Просто одан да су құятын жоқ. Бірдей бірақ составтары. 649 мың почти ема. Бірдейлер ғой айтшы, е? Біз, короче, аят киім сумка алмаймыз, бірақ өзімізше бір нәрселер көріп жүр. Қараңыздар, iPhone, ана жаңа iPhone 17 ұстағаннан кейін, ойым соған кетатыршы. Нормально. Вот. Сумка симай. Что? Вот, туфлилар бар анаяқта, четко, нормально. Вот, үйге тапчики бар екен. Негізін аяқта сумка мен аяқ киімге арналған ау деймін, өйткені андай киім деген ештен көріп тұрған жоқпын ше. Нау қыздарға арналған, олар ерлерге арналған, сондай сияқты. Менің ойымша. Қараңыздар. Менің образым осындай. Сізде палетка киіп ағам. Менің негізгі образым осындай ақ майкамен и осындай рубашка жоқ. И обычный джинсы, и осындай сумочка, өзімнің сумкочка. И джинсы. И менің сумкамда зарядчик, камера и тинт умечный. Осындай тинт ашық. Фотоға цветімізде кәп болып қалады деп. Енді біз пышақтарды ашамыз. Ой. Вот, камерамды алып келдім. Вот, енді бізде қайты ойыншы қайтамыз. Ой, ема, наны қарасаңыздар, шейін қараса, куртка анау. Бітірі ғой. Қарасаңыздар, куртка ғой. Қарасаңыздар, куртка ғой. Мектепке осындай алған ба? Сияды, ә? Ағылшын ғана сыймайды. Как всегда, умыршым қайын барам дейші. На сумка әдем екен, наңғара. Парный. Наңғараңыздар. Наңғара, наның өзі әдемі. Нау әдем екен, мен ақтарға көп. Нестейін? Артындағысы қараны алып кеттік. Алам дейінде карпетін ақта кей, нестейтін айттың ғой. Камерамды Сумкада. Сен жаңа кіргеннен бері енді көріп атсың, ә? Бәсе. Наңғараңыздар. Вот, маған нандай сумкалар, нандай әппақтар ұнайды, нау ұнайды. Болды, мынау екеуі ғана нормально болып тұр, мен үшін мынау да нормально болып тұр. Болды. Мынау әдемі, мынау. Осылар. Төртеуі ғана ерекше мен үшін. Артында мынау әдемі екенін қараңыздар. Мына да бар. Мына қараңыздар. Ойбай, достар, сумка не істедік десе. Мынау әдемі екен, ерекшеге просто бүйтіп қарағаннан кейін бір түрлі көрінген, мен аттық нормальным. Біздің қызылордалықтар негізі зонтикпен жүреді, күн ыстық кезінде зонтикпен жүреді көбісі. Осындай қараңыздар, зонтик алу керек. Бізде бірақ зонтик керек емес қой, ешкімге де аламыз, бірақ таза көтеп жартылын. Камерам десе шығып жүрген ақта. Біз косметика арасына креміз деп керіс, қайтамыз деп керсе косметикалардың арасына осындай жақтарға келіп қалдық. Қараңыздар, блокноттар. Мынандай блокнот бізде болған, мынандайдың менде сарысы, еркеде розовый болған. Қасықтар. Вау, қоншықтар, қараңыздар. Вау, әдемі екен, фотосессия жасаймыз. Қараңыздар, гигиеналық заттар. Гигиена дегенде мынандай шампунь. Жолда жүретін жерге негізі ыңғайлы, мынандай сағаттар екен. Күшті екен. Я күштікен нау. Фото атсаш мен амен. Кәз. Мама айтам. Қараңыздар.
ойбай. Мен андай сатып алғым келеді, бірақ бұндайлармен ұйықтай алмаймын ше, негізі дұрыс. Бірақ маған қарасай, не сияқты маған қарасай башасын деп қой, басасын. Маған қара көрмек іштікен, маған қараңыздар. Бұрында мен алдында неге Астанаға кететін кезде мынандай сатып аламын деп ойлағам, бірақ сатып алмадым. Что я на жерде? Ұшаққа мінетін кезінде ыңғайлы осындай. Сол болса маған ұнайды. Барби. Өлі, өзімен өзі құлап отыр наяқта. Достар, біз косметикадан не істейміз деп шықсақ, біздің 13-іміз жіберіп алдық. Енді бүйтіп светофор тұтсақ, 22-мізді жіберіп алдық. Енді 35-ге үміт артып отыр. Автобус келе жатыр ей. Ол емес. Автобус келген сайын жүрегім қатты андай. Соғып жатыр ше. Білмеймін, паникалап жатыр менде. Короче, сондай. Біз автобусқа міндік, өзіміздің 35-ші автобусымыз келді. Жаққа қарай барады. Фотоға түсіріп ғой. Мынау Pro ғой, иә? Pro Max. Pro Max та ана фотода кішкентай көрінген. Вот енді кетіп бара жатырмыз. Жел қатты соғып жатыр ше. Артқа отырғаннан кейін. Мына жерде отырған кезінде ондай қатты соқпаған. Енді қатты соғып жатыр. Қайтып бара жатырмыз. Адам аз екен 35-те. Осындай болып келді автобус. Достар, вот мен автобустан түстім. Вот енді үй жаққа қарай бара жатырмын. Подругам не жақтан түсіп қалды. Короче, бір подругасы бар. Соқа қарай баратыр. Ол 9-дарда қайтады үйіне. Мен түсіп қалдым, сағат уже 7:30 болып қалды уже. И вот мен 35-ке міндім. 13-ті жіберіп алдық, 22-ні жіберіп алдық. Енді 35-ке мініп келе жатырмыз. Вот. Үй жаққа кеп қалдым. Еркелер не істеп жатыр екенін білмеймін вообще негізі. Сосын шамалдан кейін бір кешке жақын бір 8-9-дарда подругаларыммен қайтадан далаға шығамын. Әшейін жүріп қайтамыз, есіктің алдында жүреміз. Короче, сол үй жаққа қарай бара жатырмын. Қандай тамақ істеп отыр екен вообще білмеймін мен. Үйге енді бара жатырмын. Вот уже күн батып қалды. Вот жермен кайфпен осы сумкам. Осы сумка уже жаз басталғаннан кейін уже ұстап жатырмын. Өткен қыста вообще ұстай алмаймын. Вот. Күшті бүгінгі образым өте әдемі болды. И то мен асығыста вообще бүйтіп ұйымдастырмағанмын. Мен образдарымды аяқ астынан істеп қалсам, вот сол кезде образдарым әдемі болады. И мен если пландап бүйтіп қойып қойсам, мен планым істелмей қалады. Сондай менікі. Влогымның екінші күні біз кеше тәтеміздің үйіне бардық. Короче, енді біз бүгін магазинге барып доширак алып алдық. Енді топ пен шарикті кинодан, телевизордан көріп, короче, тамағымызды ішіп алдық. Енді қазір үй жинаймыз, мамалар құдай қаласа 3-те келеді, соған орай біз қазір үйді жинап тастауымыз керек. 12 болса бірақ ол шамалы жазылды, құдайға шүкір. Көңіл күйі өте керемет, ұйқыдан тұрды. Вообще түнде вообще мазалағанда жоқ ешкімді. Бізде адал қонаққа келді. Достар, біз тәтеміздің үйіне келдім, яғни Адалдың үйіне. И бүгін привет деп жатыр сіздерге. И бүгін тәтемнің үйіне келгенге енді біз магазинге бара жатырмыз. Менің үйімнен тамақ ішіп алдық, яғни бүгін мама палау жасады. И енді біз қорқытқан немесе океанға барамыз. Бірақ мен океанға барғым келіп тұр, өйткені қорықта адам өте көп. Сол үшін қорыққа барамын. Ой, океанға барам дегенім себебі океанда адам шамалы аздау болады кассада, ал қорқытта кассада адам көп деп. Содан кейін Мынандай болады. Иә, океанға барамыз, кола алып келеміз 1,5 литрлік. 1 миллиард қойылмай ақта. Адал. Сіле қойырмеш өтініш. Вот енді біз жолдамыз. Жүз адам болсын. Ту қойырмеш Адал. Барайықшы. Қойя, қорқытта адам жетеді. Сол енді бүйтіп келе жатырмыз. Палау жеп алдық. Мен кәдімгідей тойып тұрмын. Ертең біздің үйге барады, либо бармайды, белгісіз. Бармаймын дейді ал. Апаның жұмысына барам. Апа кет қапты ғой. Келсі шамалшы бір түрлілік. Садиққа барам, мама айтты.
садикке барам дейді, ал мен өзімнің үйіне барам, азанда қайтам. Негізі мамам жұмыста, мен де барам деп ойлағанмын. Мама екі балаға қарайсың деп мен жібермеді. Ерке қарай алады, просто әшейін. Мен ешкім көре алмайды десе, оны айтып отыр. Вот мен капец ұйқым келіп жатыр, жаман ұйқым келіп жатыр. Мына чехолда мынандай несі бар, стеклосы бар. Алған кіріп көрдің бе? Жоқ. Мен кіріп көрдім. Мына жерде стеклосы бар да. Бірақ сол стекло болғаннан кейін камераны жауып тастайды да, мен дұрыс түсіре алмаймын. Содан мен чехолын шешіп тастадым. Достар, біз осылай магазиннен шықтық. Вот, міне Қорқыт Ата жерде. Ал бұл океан, яғни океанның қасында фруктовый магазин бар, бірақ фруктовый магазиннің өзі бөлек, ал продуктовый магазин бөлек. Мынау Қорқыт ең үлкен магазин, осы жақында ашылды. И вот, ашылғанына бір-екі ай ма, или 3 ай ма болды осының ашылғанына, вроде. Или одан көп толықтай біле бермейткенмін сіздерде. Ең көп адам баратын жер осы ғой, міне Қорқыт. Қызылордалықтар бар болса, комментарий жазыңыздар, осы жерді кім біледі. Или осы жерде тұратын адамдар да бар ма? Ана бала Қайрат командасының футболкасын киіп баратыр. Қай футболшының киім екен? Маған интересно болып тұр. Сәтбаев па или Сәтбаев сияқты, мен ойымша, интрига. Достар, менде жаңа мен айтқан футболка Сәтбаевтың футболкасы номері 10. Мен білдім. Достар, дәл алдынан найзағай ұрды қайырдым көреді. Мына қарасаңыздар, бұлтты қарасаңыздар. Қап-қара видеода бірақ басқа шалал. О май гад, мына қараңыздар. Қап-қара. Это дәл мына жерде найзағай ұрды. Құдай ақышын. Я мен де көрдім. Зігітті ғой алдымнан. О май гад. Алдым. Бізде Қызылордада ауа райы ұрысып отыр. Мына жерде Ат жақтан да жауды. Ат жақтан да жауды. Мысалы, ұрды дедім. Мысалы, заңды жауды. Вот. Тут. Бүкілін басты саған бірақ.